Барлығына сәлем, сіздермен бірге Абукин арнасы. Бүгін мен сіздерге бір шалдың жас қыздармен танысу үшін қолынан келгеннің бәрін жасағаны туралы қысқа метражды фильмді айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписация кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм Харри есімді бір өзі өмір сүретін қария шалдан басталады. Оның әйелінің қайтыс болғанына небәрі 10 жылдай уақыт болған, және иті де сонымен кеткен. Харри өмірде мақсаты жоқ екенін түсініп, және ешкіммен сөйлесудің мәні қалмағанын ұғады. Ол ескі суреттерге қарап, бұрынғы қызық сәттерді есіне алады. Ертеңі оның ойына бір идея келеді, және танысу журналын сатып алып, бірнеше әйелдерді қарап, соңында Лесли есімді әйелмен танысуды ұйғарады. Ол оны кездесуге шақырып, және соңы онымен үйленуді мақсат етеді. Ол айнаға өзін қарап, біраз қартайып қалғанын көріп, бірнеше нәрселерді өзгерту керектігін түсінеді. Ол жас көрікті жігітке айналу үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды. Шал медициналық адамдардың көмегімен емес, өз бетімен өзгеруді шешеді. Ол өте төзімді адам еді. Бірінші кезекте ол егеуді алып, өзінің ескі терілерін егейді. Оған ауру сезімі тумайды, керісінше күлімсірейді. Ол кли тәрізді сұйықтық дайындап құлағына жағады. Содан құлағындағы жүнмен бірге қанда шығады. Ол тіс ағартатын майлар жағып, бетін пудрамен сәндейді. Шал үйіндегі кукланың көзін жұлып, өзіне салып алады. Ол бетінің әжім екенін қарап, тегіс әдемі қылу үшін бірнеше тереуішпен тартып, мойнына қыстырып қояды. Жексенбі күнге кездесуді белгілеп қойып, кейінірек жас жігіт сияқты көріну үшін бетіне сәл өзгеріс, басына парик, ернін фенмен тартып, медициналық дәрілер және балғамен сүйектерін ұрады, және соңында жас кездегі энергиясын қайтару үшін тоқпен бірнеше рет өзіне ұрады. Бәрін болғаннан кейін біз оның соншалықты өзгергенін көреміз. Оның әдемі күлкісі әйелдердің басын айналдыратыны сөзсіз. Ақыры ол әйелмен кездесті. Екеуі романтикалық кеш жасайды, бірге балмұздақ жейді, жағада жүгіреді, киноға барады, бірге закат тамашалайды. Бір жаман мәселе, оның күшігі Харриді ұнатпайды. Осылай жақсы күндер өткізіп жүргенде, Лесли Харриге көлік сыйлайды. Көлік айдап жүргенде, олар өзін ертегідегі жерде кетіп бара жатқандай сезінеді. Құстар ән салып, жапырақтар хош иіс бөлейді. Бірақ Харри мойнындағы тереуіштердің шешіліп бара жатқанына күмәнданып отырады. Кенет Лесли түшкіріп жібергенде оның жалған беті әйнекке жабысып қалады. Міне қызық, ол да кемпір болып шықты. Харридің көзі банка. Бірнеше жол жүріп, оның да бетіндегі бояулар түсіп қалады. Осыдан кейін екі қарт бір-біріне махаббат көзбен қарап сүйісіп кетеді. Фильм аяқтала бергенде, оның күшігі де өзінің қарт ұсқынсыз шын түрін бізге көрсетеді. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменде комментарийге ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукин арнасы, келесі кездескенше.